Сәлем достар, менің асханамда бүгін картоптан дәмді әрі тойымды тағамды пісіруді үйретемін. Ол үшін бізге пиязды осылай 4 бұрышты қылып турауымыз керек. Одан кейін тәтті қызыл бұрышымызды дәл пияздағыдай 4 бұрышты қылып тураймыз. Укропты да осылай майдалап турап аламыз. Картошкамызды осылай қайнатып суға пісіріп аламыз. Қайнатып болғаннан кейін сары майдан салып еземіз. Әбден езгілеп пюре қылып аламыз. Езіп болғаннан кейін дәміне қарай тұз және қара бұрыш салсаңыздар болады. Одан кейін туралған укробымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Начинкасына бізге тауық еті қажет, грудинка. Болмаса, фарш қоссаңыздар болады. Өздеріңіз фаршты ұнатсаңыздар, сиыр етін қосыңыздар. Маған тауық етін ұнайды, сондықтан көбіне тауық етін қолданамын. Енді начинкасын дайындаймыз. Тауық етімізді қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін пияз, сарымсақ саламыз да жақсылап араластырамыз. Сарымсақты қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Жақсылап әбден араластырып қуырамыз. Одан кейін бұрышымызды, тәтті бұрышымызды саламыз. Жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Әр салған тағамдарымызды 2 минуттан араластырамыз. Одан кейін қызанақ саламыз. Қызанақты осылай қызарғанша қуырамыз, пісіреміз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Жақсылап тұрып араластырып, бұқтырып қоямыз. Дайындап алған пюремізді осылай домалақ қылып аламыз. Одан кейін ішін шұңқыр етіп, ұяшық тәріздес қылып жасап аламыз. Ішіне начинканы салу үшін. Осылай бәрін дайындап аламыз. Одан кейін ірімшікті саламыз, сырды. Ірімшікті бәріне салып болғаннан кейін ішіне начинкаларын салатын боламыз. Осылай начинкамызды салып шығамыз. Начинкасын салып болғаннан кейін тағы да ірімшікті үстіне себеміз. Одан кейін 250 градуста духовкаға пісіруге жібереміз 20-30 минутқа. Осымен тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.